Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бай боламын десеңіз, жаңа жылдан, яғни 2025 жылға жоспар қалай құрамыз, сол жайлы айтатын боламын. Өткен жылды қорытындылап, жаңа жылға жоспар құратын сәт жақындап келеді. Келер жылы бай боламын, қаражатымды дұрыс жұмсаймын деген ниетіңіз болса, қазірден дұрыс жоспар құру керек. Ескі жылдың есебін білмей, мақсатсыз жаңа жылдан көп нәрсе күтпесеңіз болады. Жаңа жылдың қаржылық тұрғыдағы сиқырлық таяқшасы, дұрыс мақсат қою және оған жету үшін мүмкіндік. Бұл кезең өткен жылды бағалап, келесі жылға айқын жоспар құруға керемет уақыт. Әсіресе қаржылай сауатты және тұрақтылыққа бағытталған жоспар құру сіздің өміріңізді айтарлықтай жақсарта алады. Ол үшін неден бастау қажет? Бірінші, мақсат қоюдан бастаңыз. Жаңа жылға қаржы жоспар құру үшін алдымен нақты мақсат қою маңызды. Мақсатыңыз айқын, өлшенетін, қолжетімді, өзекті және мерзімі көрсетілген смарт қағидасы бойынша болуға тиіс. Мақсат: бір жылда алғашқы миллион теңге жинау. Мақсат: ай сайынғы табыстың 10%-ын жинап отыру, оны өзіне жұмсау. Мақсат: ай сайынғы шығыннан 20%-ын қысқарту. Екінші, табыс пен шығынды есептеп отырыңыз. Маманның айтуынша, есепсіз келген ақшада береке болмайды. Қаржы жоспарлаудың негізгі фундаменті табыс пен шығынды біліп отыру. Өз қалтаңызды бағалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. Ай сайынғы табысыңызды есептеңіз. Барлық шығынды санаты бойынша жазып отырыңыз. Азық-түлік, көлік, ойын-сауық, коммуналдық төлемдер, несие және тағы да басқалары. Қай санаттарда артық шығындарыңызды анықтаңыз. Ағылшын тіліндегі деңгейлер сияқты бастапқыда қаржы деңгейі кірістің шығысынан көп болуы. Егер шығыныңыз кірістен көп болса, оны алдымен теңестіру қажет. Шығынды азайтып, бірінші деңгейді қалыптастыру, яғни көрпеге қарай көсілу қажет. Үшінші, бюджет жасаңыз. Ақшаңыздың болашағы тек сіздің қолыңызда. Бюджет құру қаржы мақсаттарына жетудің ең тиімді құралы. Ол үшін 50-30-20 қағидасын қолданып көріңіз. 50% негізгі қажеттіліктерге, азық-түлік, тұрғын үй, көлік, несиеге. 30% қалауыңызға, демалыс, ойын-сауық. 20% жинақ пен инвестицияға. Төртінші, қаржы қорын жинаңыз. Миллион теңге жинау үшін ай сайын 83.333 теңгеден бөлу қажет. Яғни, миллион теңгені 12 айға бөлесіз. Тең болады 83.333 теңге шығады. Апта сайын 19.231 теңгеден бөлу қажет. Яғни, миллион теңгені 52 аптаға бөлесіз. Тең болады 19.231 теңге. Күн сайын 2740 теңгеден бөлу қажет. Миллион теңгені 365 күнге бөлесіз. Тең болады 2740 теңге. Теңге тиыннан құралады. Ең бастысы жүйелі және тәртіпті түрде ақшаны жинауға кірісу. Оны қалай жүзеге асыруға болады? Автомат түрде жинақтау. Ай сайынғы табысыңыздан белгілі бір пайызын жинақ шотқа аударыңыз. Айлық алғанға дейін қозғамаңыз. Қосымша табыс көзін іздеңіз. Фриланс, қосымша сауда немесе жеке бизнес ашу мүмкіндігін қарастырыңыз. Артық шығыннан бас тартыңыз. Әрбір сатып алғыңыз келетін затты саралап, тек қажет нәрсеге ақша жұмсаңыз. Бесінші, инвестиция жасауды үйреніңіз. Жай ғана жинақтамай, ақшаңызды көбейтуді үйреніңіз. Депозиттер, тәуекелі төмен және тұрақты табыс көзі. Құнды қағаздар, акциялар мен облигациялар. Бизнес, өз идеяңызды іске асырып, немесе дайын бизнеске ақша салу. Алтыншы, өзіңізді марапаттауды ұмытпаңыз. Мақсатқа жету жолында өзіңізді ынталандыру үшін әрбір шағын жетістікке қол жеткізген сайын өзіңізді мақтап, марапаттаңыз. Бірақ бұл марапат сіздің қаржы жоспарыңызға зиян тигізбеуге тиіс. Эмоцияны дұрыс игере отырып, әрі қарай талпынуды тоқтатпау керек.
Ал егер қорытындылайтын болса, жаңа жылдан бастап ақша жинау, арықтау, ағылшын тілін оқу тек өз сылтауымыз. Арман мақсаттарды ысырып қою. Мақсаты бар адам күнде әрекет жасап, мүмкіндік іздейді. Ал қалғаны сылтау мен себеп іздейді. Қаржылай сауатты болу, ол ақшаға қатысты күнделікті қабылданған шешімдеріміз және оған жауапкершілік алу. Шешімдеріңіз оңынан болсын. Жаңа жыл жаңа мүмкіндіктер мен жаңа жетістіктердің бастамасы деп қарауға болады. Бұл нақты уақытты қорытындылайтын кез немесе А нүктесі. Ал қаржылай сауатты болуыңыз болашақта табысты болудың кепілі. 2025 жыл сіздің қаржылық тұрақтылығыңыздың жылы болсын. Енді іске кірісіп, өз армандарыңызға қадам басыңыз. Жылды қорытындылаудың маңызы. Өйткені адам сол арқылы бағытының қандай екенін, қандай жұмыстар жасап жатқанын көреді. Кей адамдардың әрекеттері мақсатына сай емес, басқа бағытқа қарай кетіп бара жатады. Жылды қорытындылау арқылы ары қарай қалай әрекет ету керегін жақсы түсінесіз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.